Бір жаңа бір смартфон алсам ғой. Камерасы да жақсы түсіретін, адаптері бар, тез зарядтайтын, бірақ алтындай қымбат тұрмайтын бір телефон болса ғой деген ойларыңыз бар болса, мүмкін мына смартфонға көңіл аударуларыңыз керек шығар. Бұл Redmi Note 10. Ал бұл 399 арнасы. Менің атым Айдарбек, осы смартфонмен танысайық. Дизайн мен эргономикасынан бастайық. Қолда жатысы ұсталынуы әдеттегідей. Смартфонның пішіні үйреншікті. Денесі пластиктен жасалған, жылтыр келеді. Яғни оны былғау деген мүлдем сөз емес. Ал беткі жағындағы әйнегі Gorilla Glass 3. Айта кету керек, осы әйнек 2013 жыл шыққан. Яғни бақандай 8 жыл бұрын шыққан. Сондықтан мен бұл әйнектің төзімділігіне қатты сенбес едім. Әйнектің бетінде әрине барлық қытайлық смартфондарға сай пленка жапсырылған және қорабында уақытша ұстауға арналған қаптау бар. Алайда оның пленкасына да әйнегіне де қатты сенбей, бетіне жеке үшті әйнек жапсырып алатын едім. Оған қоса смартфонның су өткізбейтін қорғанысы жоқ. Тек қана ылғал мен шаң тозаңнан ғана қорғайтын қорғанысы бар. Көлемі жайлы айтатын болсақ, кішігірім смартфондарды ұнататындарға үлкендеу болады. Бірақ оған да үйреніп кетуге болады. Оны мен өз тәжірибемнен айта аламын. Смартфонның беткі жағы әдеттегідей, шамамен бүкіл беті дисплейден тұрады және селфи камераға арналған тесігі бар. Ал артқы жағы заманауи трендке еліктеп жасалынған. Енді смартфонның өзі осы жылдың көктемінде шыққанына байланысты басқаша болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Әрине, әңгіме артынан сәл шығып тұратын камералар бөлімі жайлы. Айтпақшы, камералар демекші, жоғарғы жағында басты кәдімгі ең бұрышты 48 мегапиксельдік камера орналасқан. Ал төменгі жағында 8 мегапиксельдік ультра кең бұрышты камера, 2 мегапиксельдік макрокамера және 2 мегапиксельдік тереңдікті өлшейтін сенсор орналасқан. Және беткі жағында 13 мегапиксельдік селфи камера орналасқан. Камералары жақсы түсіреді деп ойлаймын. Кем дегенде кәдімгі қолданушыларды ұятқа қалдырмайды. Осы смартфонның иесі де сондай ойда. Алайда смартфонның камерасына келген кезде, әрине ол әркімнің талғамына байланысты болады. Сондықтан өз көздеріңізбен көріп шығыңыздар. Видео түсірілім жайлы айтатын болсақ, смартфонның камерасы 4К видеоны секундына 30 кадр жиілікпен түсіре алады. Бірақ стабилизациясыз. Ол тек 1080, яғни Full HD видео түсіргенде ғана қолданылады. Айтпақшы, камераның өзінің қолданбасында бір қызық режим бар. Видеоның үстіне және астыңғы жағына қара жолақтарды қою арқылы кинематографикалық видеолар түсіруге мүмкіндік бар. Өзіңіздің түсірген видеоларыңызды, не болмаса басқа да видео контентті Full HD Super AMOLED дисплейден көру өте жағымды сезіледі. Оның үстіне стереодинамиктері бар. Динамиктері дыбысты жеткілікті қатты шығарады. Мысалы, сіз ас бөлмеде тамақ жасап тұрып видео көретін келіншек болсаңыз да, динамиктердің дыбыс шығару күші жетеді. Всем привет, друзья! На дворе почти лето, люди выходят на улицу. Ал егер контентті құлаққаппен көруді ұйғарсаңыз, үйреншікті 3,5 мм мини-джек ұяшығы бар. Бұл әрине осындай бағадағы смартфондарды қолданушыларға үлкен бір плюс деп санаймыз. Тағы бір сондай жағымды жақ деп мини SD карта немесе флешка салуға болатын жеке слотын айтуға болады. Ал смартфонның мына шетіне қарсақ, өте тез істейтін, бірақ көзге көрінбейтін, блокқа қоятын батырмада орнатылған саусақ ізі сканерін табуға болады. Өте тез демекші, смартфонның сыйымдылығы 5000 мАч-на батареясы жарты сағаттың ішінде 0-ден 65%-ға дейін зарядтайды. Ал 100%-ға дейін шамамен 75 минутта зарядтайды. Іш құрылысы әрине ең керемет емес, себебі смартфонның өзі қымбат емес. Максималды графикамен ойнаймын деушілерге кеңес берілмейді. Ондай жағдайда смартфон қызып, жиіліктерін түсіріп тастайды. Дегенмен, процессор жаңартылған, күнделікті тапсырмаларды орындауға және орташа графикамен ойындарды ойнауға жетерлік. Жетерлік деп осы смартфонның жадында айта аламыз. Смартфон 2 нұсқада шығарылады. 2 нұсқасында да 4 ГБ уақытша жадымен, бір нұсқасында 64 ГБ және екіншісінде 128 ГБ тұрақты жадымен шығарылады. Айтпақшы, ұмытып кете жаздадым. Егер сіздер NFC функциясын қолданып үйреніп қалған болсаңыздар, бұл смартфонда NFC функциясы жоқ. Ал енді ең бастысы, Redmi Note 10-ды қандай бағаға сатып алуға болады?
Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге жазып жіберіңіздер. Осы смартфон неше тұрады деп ойлайсыздар? Не болмаса, өздеріңіз осы смартфонды алу үшін неше теңге төлеуге дайынсыздар? Ал сіздер ойланып, немесе комментарийде жазып отырғанша, біз қорытындылап шығайық. Жаңа смартфон осы көктемде шыққан, батареясының сыйымдылығы үлкен, жады жеткілікті, процессоры жаңартылған, 27 ваттық тез қуаттағышы бар, яғни жеке сатып алып керек жоқ. Камерасы да айтарлықтай жақсы түсіреді, стереодинамиктары бар. Қаласаң YouTube көр, қаласаң ойын ойна. Әрине орташа графикамен, бірақ еш қиындықсыз ойна. Контент түсір, бөліс және тағы басқа күнделікті тапсырмаларыңды оңай орында. Көптеген адамдар смартфоннан ойбай дейтін бір функцияларды талап етпейді. Оның үстінен артық ақша төлегілер де келмейді. Ал не үшін төлеу керек? Егер оларға сол функциялардың қажеті жоқ болса. Қарапайым жақсы істейтін, камерасы жақсы түсіретін, YouTube-ты дұрыс көрсететін, қолданғанда ләззат сыйлайтын, орта жолда қумайтын смартфон қажет. Болды. Егер сіз сондай адамдардың бірі болсаңыз, бұл смартфон сізге шынымен ұнауы мүмкін. Сонымен Redmi Note 10-ның бағасы 64 гигабайттық нұсқасы шамамен 85 мың теңге, ал 128 гигабайттық нұсқасы шамамен 100 мың теңгенің айналасында. Әдетте көпшілік Xiaomi компаниясының смартфондары өз бағасына тұрады деп санайды. Мен де сол тұжырымдамамен бюджеттік смартфондарға келгенде толығымен келісемін. Ал сіздер не ойлайсыздар? Комментарийге бағасын жазбаған болсаңыздар, өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Айтылған бағасы күткендеріңіздей болды ма? Видеоны лайк қойып, ал каналды жазылумен және қоңыраушадағы барлық хабарламаларды түртумен қолдап қойыңыздар. Менің атым Айдарбек, 199 арнасында келесі видеоларда кездескенше.